Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Балабиев Қайрат Рахымұлы Арыс қаласына жұмыс сапарымен келді. Халық қалаулысы кездесу барысында бірқатар мекемелерге барып, 10 айда атқарылған ілкімді істерге тоқталды. Сондай-ақ қаладағы құрылыс нысандарының жұмыс жоспарымен танысты. Қайрат Балабиев жұмыс сапарын Арыс қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерімен кездесуден бастады. Аталған жиынға Арыс қаласы әкімінің орынбасары Алмас Советұлы, қалалық Аманат партиясы филиалының төрағасы Бақтығали Ділдәбеков, қалалық мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов пен ішкі істер бөлімінің қызметкерлері қатысты. Шара аясында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Қайрат Балабиев 10 ай көлемінде мәжілісте атқарылған жұмыстарды мәлімдеді. Халық қандай жағдайда да халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын, бүкіл мемлекеттің жағдайын туырласақ деген жаңағыдай депутаттардың сондай кейбірде жаңағыдай жан айқайында естіп жатасыздар. Мынау енді осы 10 айдың ішінде шамамен қазір мәжілісте 106 заң келіп түсті. Оның 35-і сенатқа жолданды, оның 26-сы қабылданды. Ең негізгі заң қазір осы қабылданған заң ішінде қазір халыққа да, мемлекетке де жұмыс жасайтын заң, ол мынау заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару, өздеріңіз білесіздер. Осы қазір біз июль айында қабылдадық. Содан бері жұмыс басталып, қазір мен сіздерге айтайын, мемлекетке 1 триллион теңгеге жуық ақша қайтты қазір. Ақша қайтты. Жұмыс қазір қызу басталып жатыр. Әлі осы ақшалардың барлығы келешекте халыққа елдің әлеуметтік жағдайын көтеріп, оның ішінде әлеуметтік салаға жұмсалады деген біз сондай ойдамыз. Сондай-ақ ең қазір жақсы қабылданған заң қазір бізде мәжілісте. Мынау бизнесті жүргізу бойынша заң қабылданды. Ол деген сөз мынау жаңа бизнесті қорғау, кіші және орта бизнестің жаңағыдай жағдайын толық заңмен заңдастырып, былай айтқан кезде жұмыс жасау, жұмыстарын оңтайландыру, жеңілдету жағдай бойынша қазір мәжілістен заң қабылданып, біздер сенатқа жібердік. Ертерек тезірек қабылданса, ол да мына халықтың игілігіне болады деп біз солай есептейміз. Мәжіліс депутаты кездесуде қазіргі таңда өте өзекті мәселенің біріне айналған шағын және орта бизнесті дамыту үшін тұрғындарға жасалып жатқан қолайлы жағдайларға тоқтала кетті. Ал ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің атынан да халық қалаулысына қисынды сауал жолданды. Білесіздер, қазір бұл 190 баптың 2-ші бөлігінің 4-ші тармағы бойынша сараланады. Бұл яғни орта дәрежеде қылмыс болып табылады. Бұл жөнінде біз эпизодтарды анықтаймыз, бірақ ол сотқа барып, сотта 65-тен қаралып, жеке дара қарап, кажы 68-ден қысарып кеткен жағдайы бар. Енді осыны біздің практикамызда бар. Бізде алдын квартирный кража болған, квартирный кража тура осы сияқты орта дәрежелі болды. Бірақ оны ауыр дәрежеге ауыстырғаннан кейін оның тіркелуі және де тенденциясы төмендеді да. Тура сол сияқты бұл интернет алаяқтықта ауыр дәрежеге өткізу туралы ұсыныс енгізсеңіз деп сұраймыз. Қазір екінің бірі интернет алаяқтықтың тұзағына ілініп, бірі қаржыдан, бірі бар дүние мүлкінен айырылып, сан соғып қалып жатқан жағдайы бар. Бұл мәселеге қатысты заң күшейтіліп, нәтижесі қарапайым халық пайдасына шешіледі деген үміттеміз. Іс-сапар барысы әрмен қарай Арыс қалалық ардагерлер орталығында жалғасты. Мұнда Қайрат Балабиев ардагерлермен және әжелер алқасының мүшелерімен кездесу өткізіп, алға қойған жоспар мақсаттарымен бөлісті. Өз кезегінде ардагерлер де депутатқа өтініш тілектерін жеткізді. Сонан кейін осы мәжілісте жаттым. Сонда бала да көп, қыз да көп, жастар да көп. Біздің экологиясы неден болып жатыр? Сол ауырайын осы дәрі, мысалы жарылыста жарылып жатыр. Ол жердің астына кетпен соның иісі келеді. Сол жарылысты өздеріңіз көрдіңіздер, қанша бір айда иісі кетпей тұрды. Қазір осы денсаулыққа бізге мына экология ақша бөліне ме? Осы жағын сіз қарастырсаңыз. Мысалы қай семьяны қарасаңда көбісі денсаулыққа қарамайды, бәрі әйтеуір әжелер аяғынан бірден кесінен дейді. Осы отырған кісілердің бәрі ешқайсының денсаулығы мысалы барып тұрған жоқ. Бар нәрсе неден келеді? Соны экология бізде көп шығып жатыр қазір. Мысалы мен өз басым болдым, бір врач білмедім мен диагнозымды, Шымкентте білмеді, Ташкент дәлелдеді. Мен пешоғырақ болдым, бір ай жатып өзім емделіп, жазылдым. Енді сондай аурулар көп, мен сол жерде жатып көрдім. Жас қыздар, балдар, жас балдар барып жатыр. Олар мысалы қалай болады келешегі? Қаншадан көз алдында өліп кетіп жатты. Ол жерге түстіңіз бе, сіз өрден жазыласыз ба? Жазылмайсыз ба, врачтар гарантия бермейді.
Себебі сіз патологқа қараңыз дейді. Қандай жерде жатырсыздар апай дейді. Біз сіздер сияқты таңдамыз дейді. Сол үшін өздеріңіз мықты болыңыздар дейді. Ол мықты болу үшін не керек? Адамда күш қуат болу керек. Мысалы бізде бәрі экология, жеп жатқанымыздар экология, Арыстың халқының бәрі де экология мысалы. Соған кішкене болса да мысалы қаржылай бөліне ма, жоқ, соған бір нәрсе жасау керек. Денсаулықты мысалы бір айтып өттіңіз, енді дұрыс барлығыңызға қосыламыз тілегіңізге. Осы жағында көптеп қолға алып, қандай жағдай болады мысалы, врачтармен ақылдаса көріп, жоғары жақты жағы, үлкен жағы департаменттегі кісілермен ақылдасып біздің Арыста. Осы отырған кісілердің бәрі біледі. Экология көп бізде. Кез келген мемлекеттің басты байлығы адам. Осылай деген халық қалаулысы тұрғындар денсаулығын жақсарту мақсатында атқарылып жатқан бірқатар жобаларға да тоқтала кетті. Арысқа бір поликлиника керек 500 адамға деп сол депутатты запрос беріп, не хат алдым. Осы 24 жылдан бастап ақша бөлінеді деген хат алдым. Мемлекеттік үкіметтен. Өйткені маған әкімшілік тарапынан сондай хат келіп түскен, жаңағыдай бір поликлиника жетіспейді деп. Іс-сапар барысы қоғамдық шеке қабылдаумен жалғасты. Қайрат Рахымұлының азаматтарды шеке қабылдауына Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова да арнайы қатысып, бірлесе отырып, әрбір тұрғынның мәселесін жан-жақты зерделеп шешу жолдарын қарастырды. Аманат партиясының Арыс қалалық филиалында өткен жеке қабылдауда 5 түрлі мәселе көтерілді. Іс-сапар Тараз шағын ауданындағы жаңадан салынып жатқан 600 білім алушыға арналған мектеп жобасымен танысумен жалғасты. Аралау барысында құрылыс жұмысының аяқталу уақыты, жұмысшыларға қаржы төлеу жағын қарастырусында мәселелер көтерілді. Кездесуде парламент мәжілісінің депутаты Қайрат Балабиев әр өтінішті өзіне түртіп алды. Сондай-ақ заң аясында тұрғындар мәселесін шешуге барынша ат салысатынын жеткізді. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, АРТ ТВ жаңалықтары.